Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Путинді жындандырған мәселе үшеу. Біріншісі, Украинаның ұшқышсыз ұшақтары, дрондары, яғни біз қазақша осыны ұшқышсыз ұшпалары деп атайық, дронды ұшпа деп атайық бүгіннен бастап. Украинаның ұшқышсыз ұшпалары енді Қара теңіздегі Ресейдің артқы базасын қамдап отырған үлкен жанармай қамбасын жарып жіберді. Бұл қамбадағы жарылыс әлі жалғасып жатыр. Ал Ресейдің осыншама маңызды әскери түйінді соншама қараусыз қалдырып қойғаны қазір бүкіл дүние жүзін таңырқатып отырған оқиға болды. Әдетте соғыста артқы шепті қамдау деген бірінші орында тұрады. Бірінші қару-жарақпен қамдау, екінші медициналық көмекпен қамдау, азық-түлікпен қамдау, ең бастысы жанармаймен, оқ-дәрімен қамдау. Ал енді осы жанармай бекетінің дрондық шабуылға ұшырауы екі нәрсені білдіреді. Біріншісі, Ресейдің әбден шипасы біткендігін, басқару жүйесінің әбден былыққандығын, парақорлық, коррупция жайлағандығын, бұл жанармай бекетіндегі әскери соғысқа бағытталған жанармайдың әлде қашан ұрлыққа барымтаға түсіп, енді сонысын жасырып жіберуге сол ұрылардың өзі мүдделі болып отыр. Сонымен Украинаның дроны жарып жіберді. Және бұл жердегі бір нәрсе, осы Украинаға ақпарат беруші Ресейдің ішкі жағындағы Украинаға бүйрегі бұратындар мен Путинге қарсылар, соғысқа қарсылар, немесе мына жүйеге қарсылар күннен күнге күшейген көрінеді. Себебі әлеуметтік желіде, дәл Қызыл алаңда, Кремльде алдына Украинаның кәдімгі гербін, Украинаның ел таңбасын алақанын ұстап тұрып, фотоға түсіп, алақанда фотоны көрсететін, немесе алақанына кәдімгі Украинаның туын ұстап фотоға түсетін суреттер өте көбейіп кетті. Ресей жерінде. Олардың барлығы Ресей жерінде жүр. Олар Қызыл алаңда жүр. Ол жерде камералар тұр. Бірақ осындай фото соңғы кезде желіде көбейді. Бұл деген сөз, Ресейдің өз ішінде Украинаға бүйрегі бұратындар бар. Екіншіден Путинге қарсылар бар. Соғысқа қарсылар бар. Және туыс-туғаны соғыста өлгендер бар. Бұлар ашық-ашкері Украинаны қолдай бастады. Ал ең бастысы Украинаның дрон технологиясы. Тұтасымен Американың, Еуропаның спутниктік көмегіменен, барлаумен, кім қай жерде бар, тура жаңбырдың арасымен жүріп дегендей, енді сол жаңбырдың арасымен жүріп барып, қалаған жерін жарады. Міне, Мәскеудің өзіне бар Путинді жарып жібере жаздады. 17 келе жарылғыш затпен ту-сонау Украинадан ұшып Мәскеуге барған. Енді міне Қара теңіздегі ең үлкен жанармай бекетін жарып жіберді. Енді Путин шынында жынданып кетейін деп тұр. Путинді жындандыратын екінші мәселе, Ресейде қазір соғысқа қарсы көңіл-күй күшейді. Әлеуметтік желіде орыстар ашықтан ашық Путинді балағаттауды көбейтті. Ал бұл батыстың барлаушылар тарапынан батыстық твиттерге бірден салынып, міне қазір Ресейдегі халық райын аңдауда Ресейдің жастары күннен күнге соғыстан жалыққан, тойғанын айта бастаған. Бұл да Путинді жындандырған екінші фактор болып отыр. Ал үшінші фактор, Украина ашықтан ашық осы жылы Қырымды қайтарып алатын ашық жариялап тұр. Қырым осы жылы қайтады деп отыр. Яғни бұл жерде Путин біресе Қытайды салып, біресе жаңағы макароны бар, оны жіберіп, Қытайды немесе Францияны арағайын қылып, соғысты тоқтатып, кем дегенде жаңа Луганск, Донецк, Қырым осы үшеуі Ресейде қалатын, ал қалған жердің бір бөлігі сол Украинада қалатынға Путин аттан түссе де үзеңгіден түспей, өзінің бет-беделін сақтап қаламын ба деген мүмкіндігі де қазір желге ұшты. Енді Путинге екі жол бар. Атом қолдану, не соғыста жеңілген ашық мойындау. Бірақ орыстар қара күшке табынады. Орыстар қорыққанын сыйлайды. Орыстар кім күшті, кім шовинист болса, соны жақсы көреді. Орыстық менталитет бойынша
бейбітшілікті әкелген адам, ол жақсы сүйкімді адам емес. Орыстың менталитеті бойынша кім ана жерде қан төгіп, кісі өлтіріп, жуан жұдырық күшті жауыз екен дәлелдесе, соған табынып кетеді. Бұл енді қазақ айтатын жақсы сыйлағанның құлы, жаман қорыққанын сыйлайды деген осы мақалдарды дәл көрсетіп отырғандай. Міне жаман қорыққан сыйлайды. Орыстар сол өзін қорқытқан Путинді сыйлап, Путинді құдай жасап отыр. Бұл осы орыстардың ұлттық ауруы, міне қазір Путинді соғысты тоқтата алмайтын халге әкеліп отыр. Ең сұмдығы, Қара теңіздегі жарылыс, орыстың соғысқа қарсы көңіл күйі, Украинаның ашық мәлімдемесі, Қырымды аламыз деуі, осы оқиғалар Путинді жындандырып отырған кезде, енді Украина не деді? Соғысқа роботтарды іске қосамыз деді. Ол қайдан келген робот? Білесіздер, осы біз бірнеше жыл бұрын тұрақты түрде батыстың робот технологиясы туралы видеоларды қиып алып жариялап отыратынбыз. Баршаларыңызға белгілі. Әсіресе Фейсбукте көп жарияладық. Мына ұлы орыс халқы дейтіндер көріңдер деп тұрып, орыстарды келемеждеп тұрып, неше түрлі пост салдық. Серікжан Біляшұлы деген біздің Фейсбук парақшамызға кірсеңіздер тұр. Оны ютубке сала алмаймыз, себебі баспа құқын сұрайды. Енді қараңыздар. Сонда біз Американың Boston Dynamics компаниясын біз анау 2009-дан бері, тіпті арысын 2006-дан бері біз осы компанияның өнімдеріне қатты бір қызығушылықпен қараймыз. Себебі бұл компания әскери техника өндірмегенмен, роботтардың әскери мақсаты болмағанымен, шын мәнінде оны тіпті қарапайым кез келген студенттің өзі Boston Dynamics компаниясының бұл роботтарын, құлтемірлерін кез келген уақытта кәдімгі қару ұстаған, пулемет ұстаған жауынгерге айналдыра алады. Неге? Boston Dynamics'тің қазіргі роботтарын біз Фейсбукте осыдан бәлен ай бұрын жариялаған іздеп тауып аларсыздар, не астына біреулер тауып сілтемесін көрсетер. Ұлы орыс халқы дегендер көріңіздер деп бастайтын бір постым бар болатын. Бұнда қазіргі құлтемірлер ит сияқты, есек сияқты, мысық сияқты, кішігірім бұзау, төбет сияқты роботтар жасап шықты. 4 аяқты, 5 аяқты, 6 аяқты. Енді бұл роботтардың анау кедір бұтыр тау тасыңа өрмелеп кетеді. Төмен қарай жүрген кезде кәдімгідей бүйтіп құрысады, бүйтіп қол аяғы. Өрге қарай жүргенде жазылып жүреді. Тарс тұрсыз жүгіріп кеп тепсе, аналар домалап барып қайтадан секіріп түседі. Енді қазір робот адам формадағы 2 аяқты 2 қолы бар роботты жасап шыққан. Кәдімгі ол мына сіздің адамның кеудесінен келетінде биік үстелге секіріп шығады. Кәдім секіріп барып, молда қатып барып, аяғымен түседі, кәдімгі тақтайларды алады, зауытта жұмыс істеп жүр, кәдімгі темір дәу, адам көтере алмайтын темір тақтайшаларды алады, оны ана жердегі темір тақтайларды кесетін станоктардың ішіне салып жібереді, жұмыс істеп жүр, жүк тасып жүр. Арқасына кәдімгідей дәу, ауыр жүктерді қояды, кәдімгі анау бұзау сияқты, есек сияқты роботтар тасып барады, аяқтар бар, тақ. Енді қараңыздар, осы қалай десем бұлар? Кішігірім біздің енді тазыдай, кішігірім тазының үлкендігіндей ит формадағы 4 аяқты робот дәу КамАЗда жүк көлігін сүйреп бара жатыр. Ол не деген сөз? Бұл Американың робот технология. Енді қараңыздар, осы роботтың төбесіне камера қойып, ол камераны Элон Масктың Skylink интернетіне жалғап. Сосын ол камераны кәдімгі компьютерде отырып, мысалы, кез келген хакер бақылап. Тура ана компьютердің ойындағы сияқты. Сосын оның басына жан-жағына қарайтын пулемет қойып қойсам. Кнопканы басқанда пулеменің ататын. Жан-жағын қарап, бітті ол солдат болды. Бірақ қазір бұл роботтар тұрмыста технологияда қолданып. Енді Украинаның біз соғысқа робот саламыз дегені қандай роботтар? Қазірге дейін бұл роботтарды мина тазалауда қолданғанын көрдік соғыстарда. Кәдімгі мина тазалауда қолданғандарын көрдік. Бірақ соғыста қару алып соғысқан роботты тек фантастикалық фильмдерден көргеніміз болмаса, реал өмірде әлі көре қоймадық. Енді бұл соғыстың таң тамаша шын мәндегі батыс пен орыстың, батыс пен Қытайдың мына робот технологиясының сынақ алаңы болатын көрінеді. Білесіздер, Путин соңғы 3-ші мәрте Қытайдың құпиясын ашып тастады. Ондағы мақсаты Қытайды батысқа барынша сүйкімсіз көрсетіп, батыстан Қытайға санкция көбейе түссе, Қытай шарасыздан орысқа жақындай түседі дегенді
Путин анық біліп отыр. Және орыс құласа кезек Қытайға келетінін Қытай да біліп отыр, орыс та біліп отыр. Ал Қытай максимал деңгейде батыс пен орыстың ортасында, жаңа сен де жақсы деп Құдайға қарап, сен Құдай, сен кереметсің, сен жаратушысың, шайтанға қарап, сен де молодессің, сен де баяғыда профессор болған дей ма, 70 000 періштеге сабақ беріп деп, Құдайға да шайтанға да жаққысы келетін екі бетке позицияда тұрған Қытайды орыс тартып отырып өзінің қасына әкеліп алмақшы, ашыққа шығарып. Енді қазір міне өзара тұрмыстық және әскери техникаларда бір-бірімізді толықтау туралы ымыраға келдік деп жариялап жіберген орыстың сөзінен кейін, енді бұл жерде мынау робот технологиясы бойынша орыстар мүлде айдалада қалып қалды. Шаң қауып көштің ең соңында қара тобырында қалды. Бірақ Қытайда суасты сүңгуір кемесімен спутниктік технологиялар орыстан артты. Бірақ Қытайдың робот технологиясы орыстан жоғары. Енді осы алда Украина, оның өз технологиясы, ол тағы да Еуропа мен Американ. Осы соғыс роботтарын іске қосса, енді тура сол фантастикалық фильмдер сияқты қолына пулемет алған, немесе түтікті қаруларды алған, немесе басқа да қаруларды алған роботтар енді Украин орыс ортасында соғысуы мүмкін. Мына роботтың кеудесінде Украинның туы, ана роботтың кеудесінде орыстың туы, бірақ астында Made in China деп тұруы мүмкін. Енді қызық. Кинодан нені көрсең сол болады. Баяғыдан, осыдан 20-30 жыл бұрын фантастикалық фильмдерде бір лабораториядан вирус тарап кетіп, бір қала қырылыққа бүкіл адамзаттың бәленбай қап, тек бір Құдай өзі иммунитет берген, адамдар тірі қалған деген сондай бір фильмдер көруші едік. Ана бір радиомен сөйлеседі, радиостанцияға барады, таратады, бүкіл жер шары тып-тыныш, жаңа радио таратады, кім бар, тірісің ба, мен Бостондамын ойбай деп радио таратады. Енді радио бүкіл жер шарына кетеді ғой. Содан жаңа бір заманда біреу таратады. Тура сондай бір фантастикалық фильмдерді көрген болсақ, міне ол да қазір дәлелденді коронавирус бойынша. Адамзатты қырып тастауға болатын вирустың сан-санағын қазір мына зұлым елдер жасап, оның бәрін қойып тұр. Құдай өзі сақтасын. Енді қазір мынау DNA технологиясы, ген технологиясын зерттеп жатыр. Енді бұл технология дамитын болса, бұл вирустар мәлім бір DNA сериалы бойынша бар ауру адамдарға жұғады, екінші бір сериалы бар адамға жұқпайды. Мысалы, қазақтардың, қырғыздардың, өзбектердің, ортазиялықтардың сериалын жазып Қытай таратып берсе, біз қырылып қалуымыз мүмкін. Тұп-тура сондай вирус шыққан, басқа халық аман қалуы мүмкін. Қазір міне дүние осындай зұлымдыққа кетіп қалды. Енді фантастикалық фильмдерде не айтылса, сол реал өмірде шығып жатыр. Енді міне қазір Путинді шошытып отырған мәселе соғыс роботпен жалғасатын көрінеді. Міне Путин жынданып кетті деген лекциямыздың басы осы. Енді